Саламатсыздар ма? YouTube арнама қош келіпсіздер. Сіздермен бірге Диана. Бүгінгі видеода біз үйдің қаймағы сепаратордан шыққан қаймақтан неше килограмм табиғи сары май түсетінін білетін боламыз. Мен шелегімде 10 литрлік шелек, ішінде 10 литр қаймағымыз бар. Қаймағымыз жылылау болып тұр, сондықтан ыдыстарымызға құйып, бір түнге мұздатқышқа қойып қоймыз. Кемінде 12 сағат мұздатқышта тұру қажет. Ертесі күн таңертең міне көріп тұрсыздар, қаймағым қоюласқан. Осына арнайы құрылғымыз бар, маслобойка деген. Осының ішінде қаймақтан сары май пісеміз. Міне осындай ыдысымызға, осы айландыратын ыдысымызға, шелегімізге 4-тен 1-ні қаймақпен толтырамыз. Көп құйып жіберсек, майымыз айланбай қалады. Міне осылай бір айландырғанда 5-6 минут шамасына айландырамыз. Егер де қаймағымыз өте қою болып жатса, аздаған үстіне мұздай су құямыз. Міне 6-7 минут мен айландырдым. Шетінде қаймақтары бар, шамалы майға айланып жатыр. Шетінде қаймағын ортаға жиып, тағы да айландырамын. Соңына келгенде өзі кәдімгідей айланбай қалады, май болып қатыңқырайды. Міне осылай майымыз дайын, сүті бөлек, майы бөлек болып тұр. Осы жерде айта кетейін, перчаткамен істеу ыңғайсыз. Өзім отбасыма жасаған соң, кәдімгідей майымды қолмен осылай жия бастадым. Майдың басын біріктіру қажет. Мына осылай етіп, ішіндегі сүтіні кәдімгідей сығып тастаймыз. Майдың басын жиямыз. Мен осылай кішілеу етіп, шеңбер етіп жия бастадым. Осылай жиып, ыдысымызға салып тұрамыз. Қалған қаймақтарымызды дәл осындай етіп пісіп аламыз. Міне осылай сүті бөлектеніп қалды. Осы сүттің үстіне кәдімгідей қалған қаймақтарымызды салып, майымызды айландырып пісе береміз. Міне осындай бір жолын көрсетіп өтейін. Кәдімгідей осы майдың үстіне біз тоңазытқыштан шыққан мұздай суды, өте мұздай болу қажет. Суымызды құйып, майымызды жуа бастаймыз. Арасында сүттері шығып кету керек. Мен осы жуған кезде 3 рет жудым. Суымыз тынықтасқанша, суымыз тып-тынық болған кезде, сол кезде жууды тоқтатамыз. Міне осылай бір жуып төгіп тастап, екіншісіне тағы жуып төгіп, үшіншісіне кәдімгідей суымыз тынық, таза болып тұрады. Сүт қалмайды ол кезде. Міне суымыз тынықтасты, суымыз тынық болып тұр. Енді осы майымызды бөлек ыдысқа салып, кейіннен тағы да сусыз кәдімгідей қолмен жақсылап еземіз, арасында сулар шығып кету қажет. Міне арасында суларын шығарып жатырмыз. Қайта араластырсақ, арасына су шығып кетеді. Міне тағы да айта кететінімін, қаймағыңыз өте қою болу қажет. Міне бір ыдысымдағы қаймағымды алып сіздерге көрсетіп жатырмын. Бұл қаймақ тоңып қалған емес, кәдімгідей мұздатқышта, холодильникте тұрған қаймақ бір түн тұрып, міне осындай таза қаймақ осындай болады, өте қою болады. Міне майымыздың барлығын пісіп алдық. Енді өлшейміз. Майдың барлығын осындай контейнерлерге салып шығам. Қаласаңыздар, шеңбер формада етіп пакетке салсаңыздар да болады. Маған осындай ыңғайлы контейнерлерге салып, қақпағын жауып, кейін тағы да сыртынан целлофан пакет немесе вакуумның өзінің пакеттері бар, сонымен жауып, қысқа сақтаймын. Қалған майларымыздан барлығын осындай контейнерлерге салып, өлшеп шығамыз.
Қалған аздаған майым қалып еді, үстінен аздаған тұз салып, тұздалған сары май істедім. Дәмге қарай қосасыздар тұзды, аз немесе көбін. Мен осындай қалған майы менде 2 кило 200 болған екен. Сол 2 кило 200 майға 1 шай қасық шамасында тұз салдым. Міне осылай майымыз дайын. 10 литр қаймақтан таза, кәдімгі сепаратордан өткен қаймақтан бізде мына осынша тәтті май, демек сладкая деп жаздым, 6 килограмм 160 грамм. Бұл мына пластик ыдыстарды есептеп алып тастаған жағдайда 6 кило 160 грамм шықты. Енді мынау 3 контейнердегі майымды шамалы тұздадым, аздаған тұз сеуіп. Мынау майларды қалған уақытыңызда, егер тұз сеуіп жейтін болсаңыздар, аздау тұз сеуіп жіберіп, морозильный камерадан алған соң тұз сеуіп жіберіп кейін жесеңіздер болады. Ал мынаны сразу осылай дайындап қойдым. Және де сыртына жаздым, соленая деп, және граммын жазып қойдым. Мыналар 750 граммдан төменгісі 650 грамм шықты. Сонда соленая тұздалған майым таза салмағы 2 кило 200, почти жаңағы шыққанда 2 кило 235 грамм болып шықты. Пластиктер сыртымен есептегенде 20 граммнан болып шығып жатыр. Сонда менде общий вес қазір есептегенде 8 кило 400, почти 8 килограмм 400 грамм, 8,5 килограмм. Бұл 10 литр таза сепаратордан түскен қаймақтікі болды. Мен базардан алдым, 10 литр. Енді осы пакеттеріміздің әрбіреуіні мына осылай жаптым, осылай контейнер болды менде. Әрбіреуіні пакетке саламыз, тағы да жақсылап ораймыз. Вакуумный пакеттер болғанда одан да жақсы болады. Немесе жақсылап гелевый пакетке салып, жақсылап орап тастаймыз. Сонымен бүгін істеген жұмысымыз осы. Сепаратордан шыққан қаймақтан осындай май жасадық. Қысқа дайындық бізде. Осындай май шықты. Арнайы, әрине, бұны танитын, білетін адамдан қаймақ алу қажет. Себебі күнделікті алып жейтін қаймағымыз шамалы, бұған қарағанда шамалы сұйықтау болады. Екінші күнде ондай қатып қою қаймақ болып тұрмайды әрине. Сондықтан осылай шілде айында қаймақ көбейген кезінде мүмкіншілік барынша жасау қажет. Әрине бұл қысымен жетпейді, сондықтан бәрібірде қыста осындай арнайы таза қолды майын жегіміз келгенде осы жартысы тұздалған, қалған осындай тәтті май болып тұрады. Сол сіздерге пайдам тиген болса қуаныштымын. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеом ұнаған болса лайк басып, арнама жазыңыздар. Бұдан да жақсы видеолар шығаруға әрекет жасаймын. Сіздермен бірге болған Диана. Сау болыңыздар.